Жамбыл облысы полиция департаменті ішінен арнайы киберпул бөлімі ашылды. Арнайы топ енді кибер қылмысқа қарсы жұмыстар жүргізетін болады. Жаңа қызметтің жұмысымен бүгін облыс әкімі Нұржан Нұржігітов танысты. Киберпул ішкі істер министрлігі тарапынан қолға алынған пилоттық жоба. Мұнда тәжірибелі жедел уәкілдер мен криминалистер және IT мамандары жұмыс істейді. Жаңадан жасақталған топ жедел анықтауға, алаяқтар қолданатын бағдарламаларды дереу бұғаттауға мүмкіндік береді. Потому что у нас чуть выше стоит. И когда она будет человека снимать, мы прям можем по всему городу распознавание лиц проводить. Өзінің бейнесін суретке түсіреміз. Одан қалса адамдардың өзінің қосымша шығындары болса, басқа да белгілер болса, соның бәрін осы неге енгіземіз есепке. Бұл жаңадан ашылған биыл Адис папиллонымыз. Киберполиция бөлімшесінде цифрлық зертхана бар. Мамандар гаджеттерді тексеріп, олардың көмегімен интернет алаяқтары қылмыс жасаған бағдарламаларды анықтайды. Киберпул тобының құрамына тергеушілер, детективтер және сот медициналық сарапшы кіреді. Киберпол жобасы ең бірінші Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мен Астана қаласына полиция департаментінен бірінші болып ашылған. Қазіргі таңда бұл киберпол жүйесі барлық облыстардың полиция департаментінен ашылып жатыр. Яғни бұл киберпол жүйесіне қазіргі таңда бізде полиция департаментінің 3 қызметкер жедел уәкілдері, аудандық қалалық полиция бөліністерінен 3 қызметкер, яғни 6 жедел уәкіл, 3 тергеуші, 4 тергеуші, 1 криминалист қызметкерлері жұмылдырылған. Айта кету керек, ағымдағы жылдың өткен 6 айында Жамбыл облысында интернет арқылы алаяқтықтың 90 фактісі тіркелген. Өткен жылмен салыстырғанда статистика 40,8%-ға төмендеген. Дәулет Мұхитұлы, Елмира Сапар, Нұрбол Қыстаубек, Аймақ.